Мен үнемі айтып жүрем, біздің әсіресе 2000 жылдары осы қазақтың жастары жаппай Ресей батысында белдіп бара жатқанда, сол кезде мұзарт тобы пайда болып, біраз жастардың бетін бері қайтарды. Артынша мұзартқа еліктеп қаншама біздің топтар құрыла бастады. Оның ішінде міндетті түрде бір Сәкен ағамыз, бір Мейрамбек ағамыз жүретін. Көрдіңіз бе, былай байқалмай сол кезде мұзарт тобы осы қазақ эстрадасына революциялық келген топтардың бірі деп айтсақ болады. Бірақ біз көбінде сол нәрсені ұмытып кетіп жатамыз. Осында біраз бизнесмендерге айтып келеді, мен үнемі ойымда жүреді. Неге осы бар кезінде осы мұзартқа бір аллея салмасқа деп. Бұл идеология жағынан керек қой. Сәкен ағам бір інісі бар, Махат деген үлкен белес компаниясы. Өткенде біз ақылдасып жатырмыз, бұйырса келесі үлкен тұрғын үй салады ғой. Сол бір тұрғын үйге осы мұзарттың атын беріп, біз біз саған кейде Көктөбеге барамыз ғой. Енді әлем жұлдыз Битлстың мүсіндер тұрады, орындығында отырады. Енді ол 2000 жылдары осы қазақ жастары бері қайтарған мұзарттың шықасы болғаннан кейін, оның алдында бір орындығы мен бір мұзарттың мүсіні тұр керек деп біз ойлаймыз. Осыған кірісіп жатырмыз, бұйырса. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі той қоласын, сіздерге жұғысты болсын, немере шөбере сүйіңіздер, бақыттарыңыз баянды болсын. Анамыздың ақ тілегі қабыл болсын, ауылда жатып, жан шүберекке күйіп, бізге тілегін батасын беріп жатқан аяулы анамыздың ақ тілегі қабыл болсын. Бүкіл ағайын туысқандарымыздың тілегі қабыл болсын. Бұл жерде ешкім бөтен емес, бір-бірін сынайтын адамдар емес, бұл жерде сыймай қалдық дейтін адамдар емес, маған бұрын, маған кейін тілек бер дейтін адамдар емес, тоғының ішкі бауындай ең жақын араласатын құда-құдағилар, жақын жұрағаттар, біздің жеңгелеріміз, әпкелеріміз, Динараның туған подружкалары, былайша айтқанда. Мен айтып жатырмын, мен өнерде жүрген менен көп екен ғой сіздің подружкаларыңыз деп жатырмын. Сөйтсем бұл кісі де кеше жұбатып қойды, сіздің арқаңыз ғой деп, Құдайға шүкір. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Менің енемнің қалай деп отырмын? Сондай болып отырмын десем бе? Біздің атамызбен бұл кісілер барлығы бір ауылда тұрған. Сол кісі атамыздың көзін көрген кісілер бар. Айттым ғой саған. Сәкен екеумізге бұл кісілер өте ыстық. Біздің өздерінің тарихтарын айтып отырады. Біздің апамыз қандай, атамыз қандай болып, бұл кісілер майын тамызып, соның үстіне таусылмайды әңгімелері. Бұл кісілер туралы бастасақ. Осы Алматыға біз студентпіз, осы жаққа келген уақытта осы кісілерден үйрендім мен. Ол кісілер ол кезде мен де жас, ол кісілер де жас. Біздің сол менің осы енемнің мама өнерді адамға қалай амандасып жүрудің барлығын біз енді сол кісілерден үйрендік. Папасымен бірге біз бір конторда істедік. Мен папасының қасында бірінші жұмысқа барғанда папасының қасында отырдым мен. Не болып? Есепші болып. Қордабай деді. Иә, папасын айтып отырмын мен. Есепші болып істедім, мен сол кісіден көп үйрендім. Ол кісінің жаңа салиқалы, сабырлы, осындай адами тершілігі мен Сәкебайға ұқсатам. Сондай бір қалыпта біз мысалы енді адам болғаннан кейін кейде қуансақ қуанып кетеміз, кейде анадай жағдай болса немізді білдіріп қоямыз ғой, эмоциясы. Ол кісі бір қалып. Мен енді соны Сәкебайдың бойынан сол қасиетті көремін. Ал мамасы деген енді тұнып тұрған, сөзге де шебер, ақылы да бар, жаста. Ал мамасы деген енді тұнып тұрған, сөзге де шебер, ақылы да бар, жастармен, үлкендермен үлкенше сөйлеседі. Әйтпесе біз қандаймыз, біз деген кішкентаймыз ғой. Гүлнара келе қойшы, бір жағым шайымызды ішейік деп бірге іштік, бірге жүрдік.
көп көрдік. Қазір енді сол кісінің жоқтығы білініп тұр. Жаңа Динар айтқандай мен де жылағым келеді да. Осы жерде мысалы гүл жайнататын еді ол кісі. Гүл жайнататын еді. Ең соңғы жаңа папаңмен сендер концерт қойыңдар Дворец Ленина. Соңғы мен папаңды көргенім неден шықты, сендер айтыңдар. Біз тамақ ішуге барамыз ресторанға деді. Мен неде отырмын, үйде келім бар. Барлығын жидық дағы үйге алып кеттік. Папаңды, мамаңды, бәріміз сендерге қосылып. Сонда папаңның айтқаны ой болды. Ұзаған жоқ содан кейін, ұзаған жоқ. Мен Артынтайдың үйіне келдім. Мен не бірақ Жайнаханның рұқсатымен бірінші енді ниеттеніп кетті. Біздің жаңа сен айтпасың ғой, біз үйленгенде торт болды ма, болмады ма деп, біз тойда жасаған жоқпыз негізі. Мына кісі ақ фатада киген жоқ. Мен қара кәсіп шалбар киген жоқ. Сонда артынан үлкен той болды. Сол армандар орындалып жатыр. Бір-біріңізге осы сезімдеріңіз ақ болып, пейілдеріңіз пәк болып, махаббаттарыңыз мәңгі болып кеттіңіздер. Тамаша. Енді Құдай қаласа, бұл тойды тоқтатпаймыз, созаққа барып жасаймыз, апамның қасына барып жасаймыз Құдай қаласа. Апам жанды, апам